Шоколадты жұмсақ корж, нәзік крем, балғын жидектер. Баршаға сәлем! Бүгін біз осы аталған дәмдер үйлесім тапқан тамаша мерекелік торт Whoopie Pie тортын әзірлейтін боламыз. Және де мені қолдау мақсатында каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен коржын жасап бастаймыз. Ол үшін 100 грамм Қазақстан шоколады қажет. Бөлме температурасындағы 82%-ық сары май 120 грамм мөлшерде қажет. 200 грамм қант. Бөлме температурасындағы 6 дана жұмыртқа керек. Електен өткізілген жоғары сұрыпты бидай ұны 230 грамм. Какао ұнтағы 30 грамм. Және қопсытқыш, яғни разрыхлитель 10 грамм керек. Ең алдымен ыдысымызға шоколад пен сары майды саламыз. Осы екеуін жақсылап ерітіп алуымыз қажет. Оның бірнеше жолы бар, яғни микротолқынды пешке салып, 2-3 минут сайын алып араластырып ерітіп алсаңыз болады. Немесе осындай кішігірім ыдысқа қайнаған суға қойып, пармен жылытып алуға болады. Яғни осылайша ыстық судың буына ерітіп алатын боламыз. Мен осылай екінші нұсқамен ерітіп алуға кеңес беремін. Себебі микротолқынды пеште біркелкі жылытпауы мүмкін, бір жері күйіп кетуі мүмкін. Ал қайнаған судың үстінде біз тоқтамай араластырып отырып, біркелкі ерітіп алуымызға болады. Мінекей сары май мен шоколадымыз толықтай еріді. Енді отымызды өшіріп, ыдысымызды столға түсіріп аламыз. Енді үлкен ыдысымызды алып, ішіне қантымызды саламыз. Және де жұмыртқамыздың барлығын жарып салатын боламыз. Жұмыртқаны алдын ала холодильниктен 2 сағат бұрын шығарып қойыңыздар. Қамырға қосылатын барлық заттар бірдей температурада болғаны маңызды. Яғни бөлме температурасы өте қолайлы. Мен жұмыртқаның S1 көлемін қолдандым. Яғни қабығының сыртында жазулы тұрады ірі жұмыртқалар. Егер сізде майда болса, онда көбірек қосасыз. Енді жұмыртқа мен қантты жақсылап көпіршітіп араластыратын боламыз миксердің көмегімен. Венчиктің бұғаны күші жетпейді, сондықтан да миксерді қолданыңыздар. Шамамен 5-7 минутқа дейін араластырыңыздар. Осындай аппақ болып көпіршуі қажет. Мінекей дайын болды. Енді жып-жылы болып тұрған шоколад пен ерітілген сары майымызды құямыз. Тағы да миксердің көмегімен жақсылап араластырып шығамыз. Бірыңғай қоңыр түске енуі қажет. Міне осындай қоңыр түсті сұйық болып шығады. Келесі кезекте құрғақ ингредиенттерімізді қосып шығамыз. Ситу арқылы ұнымызды өткізіп шығамыз. Бұл өте маңызды. Осы арқылы корждарымыз жұмсақ болады және де көтеріліп піседі. Какао ұнтағын да өткіземіз. Және разрыхлительді де қосып, бәрін өткізіп шығамыз. Қосылған заттарымыздың бәрін араластырып шығуымыз қажет. Ең алдымен осындай лопатканың көмегімен араластырып шығыңыздар. Сонда миксермен араластырғанда ұнымыз ұшып кетпейтін болады. Құрғақ өнімдердің барлығы жақсылап араласқанша миксерлейміз. Ешқандай түйіршіктер қалмауы қажет. Біртекті қою массаға айналғанша миксерлейтін боламыз. Енді дайын болған қамырымызды бірдей етіп 4 ыдысқа бөліп шығамыз. Сонда корждарымыз бірдей болып пісетін болады. Аз-аздап ыдысымызға салып, көз мөлшермен бөліп аламыз. Мен диаметрі 26 см корж пісіретін боламын. Осындай дөңгелек формамыздың бетін сары маймен майлап шығатын боламыз. Сонда коржымыз жабыспай оңай түсетін болады. Егер де мұндай формаңыз болмаса, кәдімгі пергамент қағазын пайдалансаңыз болады. Яғни 26 см-ді сызғыштың көлемімен өлшеп, дөңгелек сызып, карандашпен қамырыңызды сызылған сызыққа дейін қасықтың көмегімен жайып, пісіріп алсаңыз да болады. Мен әдетте солай пісіремін, бірақ бұл жолы осындай ыдысқа пісіріп көрдім. Яғни біріншісін пісіріп алдым осылай жайып, сосын ыдысымды жуып тастап, қайтадан майлап, екіншісін салып, осылай кезек-кезек пісіріп алдым. Қамырды осындай лопатканың көмегімен бірдей етіп жайып шығуға тырысыңыздар. Сонда теп-тегіс болып пісетін болады. Мен 4 корждан осындай жалпақтау торт жасадым.
Ал егер сіз биік торт пісіргіңіз келсе, онда диаметрін азайтып, мысалы 20 диаметрмен 6 корж, 8 корж жасасаңыз болады. Коржымызды алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 10 минуттай уақыт аралығында пісіріп аламыз. Міне осындай әп-әдемі болып пісіп шықты. Және маңызды ақпарат, егер коржыңыз шоколадты қап-қара түсті болып шықсын десеңіз, какаоның өте сапалы түрін таңдаңыз. Кондитерлік дүкенде сататын 100% какаоны қолдануға кеңес беремін. Рахат, асыл фирмалары жақсы. Ал енді торттың кремін жасаймыз. Ол үшін бізге 33-35% аралығындағы сливки қажет, творожный сыр қажет сливочный, және де қант ұнтағы, сахарная пудра керек болады. Сливки мен творожный сырды холодильниктен алып қосыңыз. Екеуі де өте салқын болу қажет. Және де араластыратын ыдысымыз өте құрғақ, таза және мұздай болу керек. Крем жасайтын ыдысыңызды және миксердің венчигін холодильникке салып қойыңыз алдын ала. Крем жасайтын уақытта барлығын шығарып, ыдысымызға саламыз. Ең алдымен сливки мен творожный сырды саламыз. Және де қант ұнтағын бетіне қосамыз. Кремге қант қоспаңыздар, міндетті түрде қант ұнтағын қосу қажет. Әйтпесе қантымыз ерімей қалады, себебі бізде сливкиде творожный сырда өте мұздай. Блендердің көмегімен қантты майдалап алсаңыз болады. Кремді көлемді ыдысқа ауыстырып алдым. Әйтпесе кішкентай ыдыста төгіліп кетуі мүмкін. Ең алдымен вилкамен жақсылап араластырып аласыздар, сосын миксердің көмегімен 5-7 минуттай араластырамыз. Қатты ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Егер қоюланғанын көрсеңіз, және де осындай венчиктің көмегімен жасағанда бетінде узорлар пайда болады. Міне креміміз дайын. Енді оны осындай кондитерлік пакетке салып алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей кондитерлік пакетімізді осындай шұңқыр ыдысқа, яғни мысалы банкаға салып алыңыздар. Ашып, содан соң кремді ішіне саламыз. Бұл өте ыңғайлы. Кремді барлық коржға бірдей жететіндей етіп бөліп саламыз. Жақсылап орап аламыз бекітіп. Кремді жағу үшін арнайы насадка қолданудың қажеті жоқ. Тек қайшымен осылай кесіп аламыз ұшын. Және де видеода көрсетілгендей етіп шетінен айналдырып жағып шығамыз. Ал ортасына лопатканың көмегімен кішкене крем жағып, бәрін тегіс етіп жайып шығамыз. Дәл осылай келесі екінші және үшінші корждарымызға кремді жағып шығамыз. Сосын тортымызды құрастырамыз. Торт құрастыратын жерге кремімізді жағып шығамыз. Сонда тортымыз құлап кетпейтін болады, жабысып тұрады. Енді крем жағылған корждарымызды бірінің үстінен бірін жай қойып шығатын боламыз. Үстінен қатты баспауға тырысыңыз. Міне соңғы төртінші коржымызды да қойдық. Соңғы төртінші коржымызға тек кішкене крем жеткілікті. Шамамен 2 ас қасық крем алып қалыңыз. Және бетін тегістеп жақсылап жайып шығатын боламыз. Дайын болған тортты холодильникке салып қойыңыз. Тортты әсемдеу үшін біз шоколадты ганаш дайындаймыз. Ол үшін бізге сары май қажет, сүт қажет, және де шоколад бөліктері қажет. Барлығын бір ыдысқа бөліп салыңыздар. Сосын микротолқынды пеште ерітіп алсаңыздар болады. 1-2 минут сайын шығарып, араластырып тұрып ерітсеңіз болады. Немесе қайнап тұрған судың буына араластырып ерітсеңіз болады. Мен дәл солай жай қайнап тұрған судың буына араластырып отырып ертіп алдым. Міне біздің шоколадты ганашымыз дайын. Барлығы толықтай еріген және біркелкі араласқан. Енді ыстық күйінде торттың бетіне жағып шығатын боламыз. Тортты холодильниктен шығарамыз. Бұл уақытта крем қатып үлгереді. Үстінен осылай құйып шығасыздар. Және қасықтың көмегімен бәрін біркелкі етіп жайып шығыңыздар. Шоколадты ганаш тез суып қатып қалуы мүмкін, сондықтан тезірек жайып шығуға тырысыңыз. Міне біздің тортымыз дайын. Бетін қалауыңызша тағы да әрлесеңіз болады. Мен жеміс-жидектермен сәндедім. Құлпынай, шие және құлпынай бөліктерін қойдым. Қосымша әртүрлі шоколад бөліктерін қойсаңыз да болады. Енді тортты холодильникке кемінде 6 сағатқа қойыңыздар. Қаншалықты көп тұрса, соншалықты сіңімді болып, өте дәмді болып шығады. Міне біздің Whoopie Pie тортымыз дайын. Тортты кесіп көрсетемін. Корждары өте жұмсақ болып шыққан, және де кремі өте нәзік. Мереке күндері немесе туған күнге осы тортты жасап көріңіз. Рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.